Сәлеметсіңдер ме оқушылар, шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар мен не үйрендім деп аталады. Сабағымыздың мақсаты осы бөлім бойынша өткенімізді қайталаймыз. Қоршаған ортаны қорғау деген тақырып берілген екен. Оны оқиық, иә? Мәтінімізді оқимыз. Айналадағы дүниеде тіршілік көп нүкте, иә? Демек, оның орнын толтыру керек. Тіршілікке қажетті жағдайдың бәрі бар, бірақ кейінгі лезде олардың азайып ластанғаны жиі байқалып жүр. Лас су адам іше ме? Қандай жалғау қоямыз балалар, оны білесіңдер, иә? Ал іше қалса не болар еді? Лас су өсімдік пен жануарларды суаруға негізгі міндеттеріміздің бірі болуға тиіс. Ағашты кесіп өсімдікті орынсыз жұлуға болмайды. Өсімдік құрыса не болмақ? Осы сияқты ойланатын жайттар көп. Бұл туралы жер жүзі халықтары өздерінің аса пайдалы пікірлерін білдіруде. Айналадағы дүние қорғау. Қандай жалғау жалғаймыз? Дүниені қорғау, оны жақсарту бүкіл халықтық іс. Сондықтан да бүкіл адамзат алдында мынадай міндеттер тұр. Әр ел, әр халық өз жерінің жағдайын жақсы білуге тиіс. Нені білуге тиіс? Өз елінің жағдайын. Оны таза сақтауға, қорғауға атсалысуы керек. Табиғат пен адам еңбегі тығыз байланысты. Табиғат қорғауға, оны қалпына келтіруге барлық адам қатысуы қажет. Айналадағы дүние құбылыстары өте көп. Сондықтан әр адам айналадағы дүние туралы білімі болуы шарт. Біздің айналадағы дүние деп отқанымыз балалар қоршаған ортамыз, иә? Табиғатымыз, жеріміз, суымыз, ауамыз, топырағымыз, осылардың барлығы айналадағы дүние. Оған байланысты мәселелерді дұрыс шешу үшін өз мүмкіндігіне сенімді және батыл болуы керек. Міне мына жерлерде біз дүниені қорғау, иә? Дүниені қорғау. Кімді нені? Қай септіктің сұрағы еді? Білесіңдер, иә? Жарайсыңдар. Табыс септіктің сұрағы. Міне біз септіктер бізге сөйлемді құрауға қажет болады екен, иә? Мұнауда табиғат қорғауға, оны қалпына келтіруге, кімді нені? Табиғатты, иә? Табиғатты қорғауға, оны қалпына келтіруге барлық адам қатысуы қажет. Сондықтан әр адам айналадағы дүние туралы білімі болуы шарт. Әр адам ненің? Кімнің? Адамның. Кімнің ненің деген сұраққа жауап береді балалар? Міне, әр адамның айналадағы дүние туралы білімі болуы шарт. Міне осы жалғаулар арқылы біз мәтінді әдемілеп құрап шықтық, иә? Жарайсыңдар. Оған байланысты мәселелерді дұрыс шешу үшін өз мүмкіндігіне сенімді және батыл болуы керек. Сонда ғана әр адам қоршаған орта таза сақтауға, қорғауға және жақсартуға тікелей қатыса алады. Бұл қазіргі және болашақ ұрпақ үшін керекті жағдай дейді. Қоршаған ортамызды балалар таза ұстауымыз керекпіз ба? Әрине, біз қоршаған ортамызды таза ұстауымыз керекпіз. Жер анамызды құрметтеуіміз керекпіз, иә? Біз жер ананың үстінде отырамыз, тамақтанамыз, сабақ оқимыз. Бірақ қоқыс тастасақ, бізге жер анамыз ренжитін болады. Сол себепті біз жаман әдеттерден арылып, тек қана жақсы әдеттермен айналысатын боламыз. Керісінше сөз жұмбақ дейді. Міне, балалар, мен сендерге бір нәрсе тауып берейін. Біреу көлденеңнен, біреу тігінен дейді. Керісінше оқимыз, иә? Енді қараңдар. Бірінші атау көріп тұрсың, иә? Мынау атау деп тұр. Демек, бұл бізде біріншісі атау, септік. Одан кейінгісін табыңдар қалай табуға болады? Мысалы, міне мұнда шығыс септігі бар. Одан кейін міне жоғарға қарай жүрсек көмектес. Сол сияқты мен барлығын тауып бермейін балалар. Өзіміз ойланып, қарап отырып таба аламыз. Оны табу үшін бізге әрине өзіміздің біліміміз көмектеседі. 7 септікті жатқа білесіз ба? Демек, осы тапсырманы шеше аласыз.
Бұл сабақта не үйрендім? Өткен тақырыптарды түсіндім. Өткен тақырыптарды қайталайтын болсақ, балалар, қазақ тілінде 7 септік бар және оларды жаттап алуымыз керекпіз. Олардың жалғауларын шатастырмауымыз керекпіз, я? Жарайсыңдар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар.